Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен түрік бөлкесі симиттер жасаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен апара жасаймыз. Ол үшін жылы сумен ашытқышты араластырып 10-15 минутқа қойып қоямыз. «500 грамм ұнды ситадан өткізіп аламыз. Жарты шай қасық тұз, 50 грамм шекер қосып араластырамыз. Үстіне көтерілген апараны құйып араластырамыз. Сосын 3 ас қасық пісте май құйып араластырамыз. Енді қолмен қаттылау етіп қамырымызды илейміз. Қамырымызды көтерілгенше 1 сағатқа бетін жауып қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілді, енді қамырмен жұмыс жасауды бастаймыз. Дастарханға ұн сеуіп, қамырымызды ыдыстан босатып, илеп аламыз. Сосын бірдей етіп, бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Енді әр бөлікті видеода көрсетілгендей етіп, қолмен жайып шығамыз. Қамырдың ұзындығы шамамен 70-80 сантиметрге жеткенде қамырымыздың екі басын біріктіріп, видеодағыдай айналдырамыз. Сосын екі басын біріктіріп, дөңгелек жасаймыз. Осылайша барлық қамырларымызды дөңгелек жасап, пергамент қағазына көтерілгенше 15-20 минут қойып қоямыз. 100 мл суға 2 ас қасық бал салып араластырамыз. 100 грамм күнжутты табаға салып, қызарғанша араластырып тұрамыз. Дайын болған күнжутымызды басқа ыдысқа аударамыз. Енді бөлкелерімізді бал қосылған суға салып алып, күнжутқа салып, видеодағыдай араластырып аламыз. Сосын қызып тұрған духовкада 180 градуста 20 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің симиттеріміз дайын болды. Дәмі өте қытырлақ, дәмді, жұмсақ, керемет болып шықты. Жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Назарларыңызға рахмет. Көріскенше сау болыңыздар.